Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Ташкенттегі Чорсу базарын бірге аралайтын боламыз. Бұл базардың кіре берісі, жалпы базар 2 қабаттан тұрады. Бірінші қабатында ет және еттен жасалған тағамдар сатылады. Жалпы біз барған күні айт мерекесі болғандықтан көп сатушылар демалып, көбісі жабық болды. Ал базардың екінші қабатында кептірілген түрлі жеміс-жидектер мен жаңғақтар сатылады. Менің байқағаным, көп жерде бағасы жазылмайды, сондықтан міндетті түрде саудаласыңыз. Бұл базардың сыртқы бөлігі, бұл жерден әртүрлі жұмыртқалар, дәнді дақылдар, жеміс-жидектерді табуға болады. Сонымен қатар азық-түліктерден басқа осы жерден ұлттық киімдер мен әртүрлі сувенирлер, магниттер сататын осындай кішігірім дүкен тауып алдым. Достар, егер сіздер Чорсу базарына менімен бірге барып келгенде әсер алған болсаңыздар, онда қазақ тілі контентін қолдау үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.